Батыс Қазақстан облысы мен көршілес Ақтөбе облысының жас боксшылары арасында Конституция күніне арналған жолдастық кездесу өтті. Бұл шараға 30-шы жазғы Олимпиада ойындарының чемпионы Баркер кубогының иегері Серік Сәпиев пен кәсіпқой бокста орташа салмақта спорт саңлағы Геннадий Головкин құрметті қонақ ретінде қатысты. Әлемдік деңгейдегі түрлі байрақты бәскелерде күллі қазақ елі мен алаш жұртының абыройын асқақтатқан былғары қолғап шеберлерінің алдында жастар аянып қалмады, барын салуға тырысып бақты. Жарысқа қатысушылардың көбі спорт шеберінен үміткерлер. Сайыс қорытындысына келер болсақ, 49, 52 және 60 пен 69 келі салмақ дәрежесінде жұдырықтасқан батыс қазақстандық Данияр Серік, Нұрбол Есімғалиев, Тайман Оразбаев, Алтынбек Асқаровтар көрші облыстан келген қарсыластарынан басым түсті. Жарысты тамашалаушылар әсіресе қарсыласына қатты соққы жұмсап, екінші раундта есеңгіретіп тастаған Нұрбол Есімғалиевтің шеберлігіне қол соқты. Осыдан кейін ақтөбелік бапкерлер өз боксшысын жарыстан шығарып алуға мәжбүр болды. Тынбай жаттықса, Нұрболдан жақсы боксшы шығатынын Геннадий Головкин де айтты. Ал Ақтөбе облысынан келген боксшылардың арасынан Сайын Жүгінісов, Берік Құбайдулла, Мұрат Дулатов сияқты спортшылардың бағы жанды. Жалпы есеп 4-3. Батыс Қазақстан облысының командасы ақтөбеліктердің алдын орап кетті. Турнир көріп жатырмыз, жақсы өнер көрсетіп жатыр балалар. Дарынды балалар бізде бар. Тек еңбек ету керек балаларға, оралдықтар. Конституция күнімен құттықтаймын. Өсіп Қазақстан. Второго ноября у меня состоится бой. Кездесу өте тартысты өтті. Аймақтарда көптеген жастарымыздың бокспен айналысып жүргені қатты қуантады мені. Бүгін бірқатар орталықтар мен Оралдағы бокс мектептерін аралап көрдік. Балалардың алаңсыз жаттығу жасап, шеберлігін шыңдауына мол мүмкіндік жасалған екен. Өзімнің жоспарыма келер болсам, қараша айының 2 күні Нью-Йоркта ақш боксшысы Стивенсонмен бокстасамын. Оның кім екенін сол кездесу барысында біле жатармыз.